Сәлем достар, бүгін бөрек из лаваша жасаймыз. Ол үшін керек заттар бізге лаваш, жұмыртқа, сыр және картошка қажет. Қуыру үшін сұйық май қажет. Бірінші сырды теркадан өткізіп алдым. Қайнатылған картошканы да осылай өткізіп алам. Бір картошка қостым. Сырды көбірек қоссаңыздар дәмдірек болады. Начинкамды дайындап алғаннан кейін осылай лавашты кесіп, бөректің формасына келтіремін. Лаваштың жабыстыратын жеріне су жағып жабыстырамыз. Сонда жақсы жабысады. Енді жұмыртқаға салып, қызып тұрған майға пісіреміз. Менің YouTube каналыма тіркеле кетіңіз. Әлі де көптеген рецептерді салатын боламын болашақта. Міне осылай қуырып аламыз да дастарханға ұсына береміз. Қытырлап, сыры ағып, керемет болып піседі. Рецепті сақтап алыңыз. Өте жеңіл жасалынады. Құрамы да қарапайым.